20 жылдығы дейді. Разъездің 70 жылдығы. Соны атап өтпекші болып халыққа Наурыздың халқымыздың ұлы мейрамы барлығын қосып соны атап өтпекші болып жатырмыз. Барлығын айтатын, барлықтарын айтатын осы барлық мереке құтты болсын. Атадан қалған мұра ғой, тойлау, анау, мынау деген осы. Халықтың бірлігі үшін барлығы жасалып жатқан шаруа. Аман есен болайық. Сол ауызбіршілікте болайық. Енді ауылымыздың ауызбіршілігі жоқ деп айта алмаймыз. Ауызбіршілікті болып қанша қаражат жинап сөйтіп жасайын деп жатыр. Барлығына осы мереке құтты болсын. Келесі жалғастыратын айналайын балдар сендер сол әр уақытта естеріңде болып үлкеннің істегенін арман одан да арты жақсы қылып тойлай беріңіздер, тойларың құтты болсын. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, жортқанда жолдарың болсын, Қыдыр баба қасымызда болсын, той қыласын, халқыма өзбіршілік берсін, заманыма бейбітшілік берсін, асымызға адалшылық берсін. Алла тағам қазақ деген халқымның көкте жүріп өтсін. Әмин. Туған жерім деп соққан жүректерім мәңгілік болсын. Алла тағалам келатқан ұрпақтың заманы қой үстіне боз торғай жұмыртқалы өмір болсын. Әмин. Ержан, рахмет саған. Бүгін мені Ержан аман болсын. Кетті, рахмет. Сендер мысалы келген қонақты ұқты ма? Олар мысалы қадірменді қонағымыз. Оларға рахмет. Ал бірақ сендер ауылдың азаматтары. Сондықтан ешқандай еш болмау керек. Рахмет. Жоқ, бірді сіз бересіз, екіні Оспан. Үздік ойыншы. Кәрімбек Алихан. Қалай, тыңдаңыздар, тиішті алыңыздар. Ақмола облысы Целиноград ауданы Алтынсарин ауылында өткен 96 разъезд 70 жыл, Алтынсарин ауылына 20 жыл, және қош келдің әз Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырған турнирде спорттың футболдан түрінен үздік ойыншы орын алған үшін Кәрімбек Алихан марапатталады. Қайдасың? Кәрімбек Алихан. Азымбек Алихан. Ақшасына 5 мың теңге. Арттай қайда? Бер қай қарап жүріңдер. Әна аттағанда. Көркеніңіз. Ақмола облысы Целиноград ауданы Алтынсарин ауылында өткен 96 разъезд 70 жыл, Алтынсарин ауылына 20 жыл, қош келдің әз Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған турнирде спорттың футболдан түрінен үздік футболшы аталған орын алған үшін Дулатұлы Мұхаммед. Рахмет бала. Ақмола облысы Целиноград ауданы Алтынсарин ауылында өткен 96 разъезд 70 жыл, Алтынсарин ауылына 20 жыл және қош келдің әз Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған турнир спорттың футбол түрінен үздік қорғаушы атанған Жапар Досымбек.
Симон командасы. Молодец. Өркөнүңүз. Ақмола облысы Целиноград ауданы Алтынсарин ауылының өткен 96-шы разъезд 70 жылдық, Алтынсарин ауылына 20 жыл және қош келдің әз Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған турнирде спорттың футболдан турнирінен 3-ші орын алған Алтынсарин марапатталады. Үшінші орын Алтынсарин. Ақшалай сыйлығымен. Жігіттер конверттің бәрінде ақшалай сыйлығымен айтылған сөз бәрі бар ішінде. Құтты болсын. Ал Ақмола облысы Сиград ауданы Алтынсарин ауылының өткен 96-шы разъездің 70 жылдығы, Алтынсариннің 20 жылдық және қош келдің әз Наурыз мерекесі бойынша ұйымдастырылған турнирде футбол ойыншының 2-ші орнын алған жастар ойыншылары. Міне, ал грамотасымен жігіттер, міне, барлығына мынау сыйлығыменен бұл ойын, ойынды шындықпен ойнау керек, ойынды шын көңілмен ойнау керек, таза ойнау керек. Ол кімнің ұтқаны емес, бүгін ұтасың, ертең жеңілесің. Ал, құтты болсын, молодец. Ал құрметті ауыл тұрғындары, бүгінгі міне Ержан әніміздің өткізіп отырған әз Наурыз Абрантын ауылының 20 жылдығы, 96-шы разъездің 70 жылдығына футболдан мереке өткізді. Міне бәріңіз осы мерекені тамашалап отырсыздар. Бірінші мен осы Ержан әнімізге рахмет айтамын. Қол шапалақтап қойыңдар. Ал енді ойында ешқандай мысалы не жоқ. Шынына келген уақытта барлықтары жақсы ойнадыңдар. Өте тамаша. Бірақ мен өз басым мысалы Қажымақанға бар ететім енді, бірақ Қажымақан Ертең ауылдан көшесіз. Жігіттерінде балаларыма рахмет. Жастар ұзақ болсын, Алла бәріктеріне денсаулық берсін. Жалғыз ғана бұл балалар емес, осы футболға қатысқан барлық балаларға денсаулықтары мықты болсын. Қатарының алдымыз. Қыздарым, иштаңдар. Еш уақытта бір-біріге реніш болмасын. Біз бүгінгі той, біздің тойымыз Алтынсарин ауылының тойы. Оған қонақ болып келіп отқан мінекей Қажымақанның балаларына рахмет. Бұлардың да мысалы жастар ұзақ болсын, Алла денсаулық берсін. Сондықтан бүгінгі Алтынсарин ауылының 20 жылдығы және 96-шы разъездің 70 жылдығына арналған ашық турнир болды. Осы турнирде бірінші орын Қажымақан ауылының балаларына берілді. Ал балалар. Туыс. Мынау сендердің нелерің. Енді мына жерде біз өзіміздің бір осы ауылымыздың мысалға мен шынды айтайын, Қажымақанда тұрасыңдар жігіттер, дұрыс па? Барлығымызда мынау талапкер бар. Біз барлығымыз жан-жақтан келген кісілерміз. Мысалға оңтүстіктен, солтүстіктен, батыстан, басқа жақтан, дұрыс па? Сондықтан да біз мынау біздің ауыл директорымыз қазір жақсылап шығып бір тос айтады. Біздің бір добымыз бар, қайда? Жаңа бір добымыз. Доп қайда? Кімдегі айтады? Сарин! Тұрыңдар, қайда кеттіңдер? Сонша үлкендер сөйлеп жатыр. Жұрттарға ұрсамыз, сендердің тәрбиелерің болсы. Осылай айттық па сендер? Кел бері. Қараңдар, үлкендердің сөзін тыңдаңдар. Бұл сайыс дегеннен кейін, ойын болғаннан кейін біреу жеңіледі. Міндетті түрде жеңілуге тиіс ол. Бірде сен жеңесің, бірде ол жеңеді. Оған бола бір-біріңе деген кек сақтап, спорт ол достықтың кепілі ең біріншіден. Достықтың кепілі. Содан кейін сендерге айтарым, жастар, балаларымсыңдар ғой бәрінде кішкентай.
мына ауызға кішкене ету керек. Сонша үлкен кісілер сендерге қарап отыр. Ауызға иелік етіңдер бұдан кейін. Мынау енді бүгінгі біздің демеушіміз осы футболды өтпеді. Ерекең Ержанның үлкен бір бастамасы отыр. Жылда 8-7 майда осы ауылдың туған күні ретінде осындай қылып обед түскі асын дайындап осындай турнир өткізем деп отыр. Рахмет, қол шапалақтап қойсаңдар. Екіншіден қалам қайда? Жексен Жаппарыш, қалам. Мынау допты осындағы біздің ауылдың ақсақалдары өз қолымен өз аттарын жазып, қолдарын қойып, біз музей сияқты қылып ашайын деп отырмыз. Осы турнирде жылда осындай бір жақсы доптар жиналып тұрады. Сізге аманат болады. Сіз өзіңіздің неңізді жинайсыз әрдайым. Алғашқы турнирдің несі ал. Ақсақалдар, бастаңыздар. Жоқ, бірінші орын Қажымхан деп, соңында сендердің ішінен міндетті түрде чемпион деп. Чемпион деп сендер жазасыңдар. Сен әдемі ма? Болды. Деменгі анандай доктор бар. Жасын жазым ғана болады. Бүгін қандай жыл? 2024 Жігіттер, бұл біздің естелігіміз. Неше жылдан бері осы жерден жиналып, біз армандағанбыз осындай ойын өткізу, бір той өткізу. Ертең Құда қалса бізде ауылда той болады. Келіңдер, көріңдер, қызық қылыңдар. Сайыстың бәрінде болыңдар. Ертең сағат 10-да басталады. 10:30-да. 10:30-да. Бүкіл өмір баяның жазып отырсың ба не істеп? Сурет алып. Анау жамбылдан бері қарай жазып. Енді бірінші арман ғой, бұның бәрі арман. Біздің ауылдың арманы бұл. Болды ғой осы нәрсе. Енді соның орындарын жазып, бәрін түгел жазып, естелік қоямыз. Бар екен ғой, неге? Çıkıyor bu ya bu kız sonra son kaptı. Vay malı. Ortama. Okugan adam ekende koysa. Anlayacak. Şimdi Okugan adam. May Жазамыз ол. Оны söyleyeceğiz zaten. Kazıpan birinci oldu. автографтерін қалды. Так что ешқайда. Жаз, мен орныма сендер. Жазайын ба? Uzun жез devam ediyor. Біреуін тұсаңдар. Қараңдар ал. Сұрып ал. Қараңдар. 1, 2, 3. Да. Асылбек, қолтаңдан. Жоқ, енді Қажымхан капитан командасы кім? Капитан командасы кім? Қазір сенде жазам, аты жөнімді бірінші орын Қажымхан. Жылын жаз, обязательно.
Міне атын кім қалды? Асылбек. Міне қалайық, мына Асылбек деген жігіт осы команданы тәрбиелеген, үйреткен, жаттықтырған, саған осындай тамаша команда 8-05'te Қажымқан чемпион деп. Мұрат Сайын ауылының ақсақалдар атынан халқына рахмет. Дегендеріне жете беріңдер, өркендерін өшірмес. Сіздерге рахмет. Таксистен қашып кетті ғой жазым. Бәріміз бір суретке түсейік.